Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн болсын. Сіздерге қайтарымсыз грант жайлы айтатын боламын. Қай районға, қай облысқа қанша гранттан бөлінгендігін көретін боламыз. 1.380.000 теңгені қай район, қай облыс қанша грант алады екен көрейік. Бизнес еңбек сайтынан көреміз оны. Маңғыстау облысында, мысалы, Қостанай облысынан бастайық. Қостанай облысында бірінші потокта 73 адамға, екінші потокта 89, үшінші потокта 20, төртінші потокта 19 адамға беріледі екен. Келесі Қарағанды облысы. Қарағанды облысында бірінші потокқа 55 адам, екінші потокта 87 адам, үшінші потокта 40, төртінші потокта 9 адам алады екен қайтарымсыз грантты. Одан соң Қызылорда облысын көрейік. Қызылорда облысында жақсы көрсеткіштер. Бірінші потокта 382 адам, екінші потокта 382, үшінші потокта 381, төртінші потокта 381. Енді Маңғыстау облысын көрейік. Маңғыстау облысында аздау. Бірінші потокта 73 адам, екінші потокта 65, үшінші потокта 59, төртінші потокта 55 адамға беріледі екен. Келесі Абай облысы. Бірінші потокта 67, екінші потокта 61, үшінші потокта 51, төртінші потокта 25 адамға беріледі. Келесі Жетісу облысы. Жетісу облысында 2 ғана поток болады екен, яғни 20 ақпан және 15 мамырда болады екен 2 поток. Бірінші потокта 146 адамға, екінші потокта 57 адамға беріледі. Ұлытау облысы. Ұлытау облысында 31 адам, бірінші поток, екінші поток 38, үшінші поток 14, төртінші поток 9 адам. Павлодар облысы. Павлодар облысында бірінші потокта 132 адамға, екінші потокта 128 адамға, үшінші поток 116, төртінші поток 87 адамға беріледі. Келесі солтүстік. Солтүстікте бірінші потокқа 79, екінші потокқа 91, үшінші потокқа 63, төртінші потокқа 41 адам. Енді Түркістан облысын қарайық. Түркістан облысында жақсы. Бірінші потокта 385 адамға, екінші потокта 556 адамға, үшінші потокта 372 адамға, төртінші потокта 375 адамға беріледі қайтарымсыз грант. Енді қай облыс қалды екен? Атырау облысы. Атырау облысы бірінші потокта 84, екінші потокта 91, үшінші потокта 51, төртінші потокта 42 адамға беріледі. Алматы облысы. Алматы облысында бірінші потокқа 162 адам, екінші потокқа 67 адам, үшінші потокқа 22, төртінші потокқа 8 адам. Ақтөбе облысы. Ақтөбе облысында бірінші потокта грант 169 адамға беріледі, екінші потокта 198, үшінші потокта 100, төртінші потокта 95 адамға беріледі екен. Так, Ақтөбені айттық, Алматыны айттық, Атырау кетті. Енді Шығыс Қазақстан. Шығыс Қазақстанда бірінші поток 55, екінші поток 77, үшінші поток 61, төртінші поток 41 адамға беріледі екен. Енді Жамбыл облысы. Жамбыл облысында бірінші поток 267, екінші поток 261, үшінші поток 260, төртінші потокта 266 адамға беріледі грант. Енді Шымкент қаласын қараймыз. Шымкент қаласында бірінші потокқа, бұл тек қала бойынша, 112 адам, екінші поток 112, үшінші поток 112, төртінші поток 111 адамға беріледі. Енді Алматы қаласы бойынша, жаңа біз Алматы облысын айттық. Енді Алматы қаласы бойынша бірінші потокта 94, екінші потокта 94, үшінші потокта 94, төртінші потокта 93. Келесі Астана қаласы бойынша. Астана қаласында бірінші потокта 33, екінші потокта 33, 3-4-те барлығында 4 потокта да 33 адамнан беріледі екен.
Енді мына Түркістан облысының аудандары бойынша жеке қараймыз. Мынау общий Түркістан облысының берілетін гранттарының саны. Енді біз аудан бойынша Бәйдібек ауданын көрейік. Бәйдібек ауданында бірінші поток, Түркістан облысы Бәйдібек ауданын қараймыз. Бірінші потокта 20 адам, екінші потокта 15, үшінші потокта 15, төртінші потокта 15. Арыс қаласы. Арыс қаласында бірінші потокта 20 адамға, екінші потокта 15, үшінші потокта 15, төртінші потокта 15 адамға беріледі. Барлығын қосқан кезде 4 потокта қанша екен? 45-65 адамға беріледі екен. Кентау қаласы. Кентау қаласында бірінші потокта 22, екінші потокта 22, үшінші потокта 23, төртінші потокта 23. Енді Түркістан қаласы бойынша. Түркістан қаласы бойынша бірінші потокта 20 адамға, екінші потокта 70, үшінші потокта 30, төртінші потокта 30 адамға беріледі екен. Енді Жетісай ауданы. Жетісай ауданында бірінші потокта 40, екінші потокта 30, үшінші потокта 20, төртінші потокта 20. Енді Қазығұрт ауданы. Қазығұрт ауданында бірінші поток 25, екінші поток 25, үшінші поток 20, төртінші поток 20. Келес ауданы. Түркістан облысының аудандарын айтып жатырмын, 16 ауданын. Бірінші потокта 27, екінші потокта 67, үшінші потокта 27, төртінші потокта 29. Мақтаарал ауданы. Түркістан облысының Мақтаарал ауданын көрейік. Бірінші потокта 22, екінші потокта 27, үшінші потокта 30, төртінші потокта 31. Ордабасы ауданы. Ордабасы ауданында бірінші потокта 20, екіде 30, үште 20, төртінші потокта 20. Биыл гранттар өте аз бөлінген екен. Отырар ауданы. Бірінші поток 20, екінші поток 15, үшінші поток 15, төртінші поток 15. Сауран ауданын қараймыз. Сауран ауданында бірінші потокта 20, екінші потокта 30, үшінші потокта 25, төртінші потокта 25. Бұл Түркістан облысының аудандары. Қайталап айтайын. Сайрам ауданы енді. Сайрам ауданында бірінші поток 20, екінші поток 30, үшінші поток 20. Міне енді шықты обновление. Сайрам ауданында 27, бірінші поток, екінші поток 27, үшінші поток 28, төртінші поток 28 адамға беріледі екен. Сарыағаш ауданын көрейік. Сарыағаш ауданында бірінші потокта 27, екінші потокта 67, үшінші потокта 28, төртінші потокта 28. Енді Созақ ауданы. Созақ ауданында да өте аз екен. Бірінші поток 16, екінші поток 16, үшінші поток 16, төртінші поток 17 адамға беріледі екен. Төле би ауданын қараймыз. Төле би ауданында бірінші потокта 22, екінші потокта 23, үшінші потокта 22, төртінші потокта 23. Түлкібас ауданын қараймыз. Түлкібас ауданы бірінші потогы 22, екінші поток 22, үшінші поток 23, төртінші поток 23. Шардара ауданын қараймыз. Шардара ауданында бірінші поток 15, екінші поток 55, үшінші поток 15, төртінші поток 13. Түркістан облысы бойынша аудандарды айтып өттік. Мен ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Енді Қазақстан бойынша биыл қанша грант бөлінгенін көрейік. Қазақстан бойынша бірінші потокқа 2577 адамға, екінші потокқа 2697 адамға, үшінші потокқа 1973 адамға, төртінші поток 1753 адамға беріледі екен. Бұл Қазақстан бойынша қанша адамға беріледі әр потокта. Сол бойынша айтылып өтті. Мен ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Бұдан да басқа өте пайдалы ақпараттармен ұдайы бөлісіп отырамын.